Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін өзім жасап жүрген пиццаның рецептімен бөліскім келіп тұр. Осылай свежий лепешканы алып аламыз да, үстін аккуратно пышақпен кесіп шығамыз. Барлық жерін осылай тазалап салфанға салып аламыз. Сосын дайындап қойған майонез бен кетчупымызды салып, бір келкі жағып шығамыз. Содан кейін мына жерде колбасамызды, помидорымызды салып, пешке шамамен бір 3 минуттай қойып аламыз духовкаға. Содан соң 3 минуттан кейін шығарып, үстіне сырды теркадан өткізіп қосамыз. Сырды қосқан соң 1-2 минуттан ұстап, содан кейін пештен шығарамыз. Міне пицца уже 5 минутта дайын болды. Бір жерге асығып тұрғанда жасай салғанға өте тез әрі өте дәмді, жасап көріңіздер. Бұл жерде мен 2 пицца жасадым. Міне уже пиццамызды кесіп көріп жатырмыз. Өте дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, арнама жазылып кетуіңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет.